Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін зәйтүн майымен үй жағдайында қалай арықтауға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Табиғи зәйтүн майында адам денсаулығына аса пайдалы омега-3 пен омега-6 майларымен қатар Е, А, К және Б тобындағы дәрумендер бар. Зәйтүн майы дұрыс сақталатын болса, оның жарамдылық мерзімі ұзарып, құрамындағы пайдалы заттар да арта түседі. Бірақ мамандар мұндай майға қарағанда балғын түрін пайдаланған абзалырақ дейді. Арықтау үшін зерттеулер нәтижесіне сүйенер болсақ, арықтау үшін зәйтүн майын лимон және балмен қосып ішу керек. Бұл қоспалардың қай-қайсысын алсаңыз да өзінің құрамымен пайдалылығымен ерекшеленеді. Ал үшеуінің қосындысы күшті нәтиже берері сөзсіз. Мысалы, бал ағзадағы артық майларды тез ерітетін қасиетке ие болса, лимон артық сұйықтықты шығарып, холестерин деңгейін төмендетеді. Ал зәйтүн майы ағзаға өзінің емдік құрамы арқылы күш-қуат беріп, нәрлендіре түседі. 15 мл зәйтүн майында 120 кал бар. Бұл майдың құнарының аздығын көрсетпейді, дегенмен ағзаны тазалауға жеткілікті. Егерде майдың көлемін арттыратын болсақ, артық салмақпен күресу қиынға соғады. Сол үшін де қабылдайтын кезде аз-аздан қабылдаған дұрыс. Сондай-ақ таңертең нәр татпай тұрып, зәйтүн майын ішетін болсаңыз, біраз уақытқа дейін қарныңыздың ашатынын сезбейтін боласыз. Зәйтүн майы, бал және лимон. Жоғарыда бұл үш азықтың пайдасына атап өттік. Енді бұны қалай дайындау керек, соған тоқталайық. Ол үшін сіз 50 мл зәйтүн майы, жарты шынаяқ лимон шырыны және бір шынаяқ бал қосасыз. Барлығын жақсылап араластырып, тоңазытқышқа сақтайсыз. Таңертең аш қарынға бір қасықтан ішу керек. Айран қосылған зәйтүн майы да арықтауға өте жақсы көмектеседі. Зәйтүн майы мен айранды араластырып ішу асқазанды ішек жұмысын тазартып, бауырды ретке келтіреді. Ол үшін сіз 200 мл айранға бір шай қасық зәйтүн майын қосып, микротолқынды пешке қойып, жылытып алыңыз. Дайын болған қоспаны күніне бір рет және де 3 апта ішу керек. Сонда нәтижесін көресіз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.